стильдері ерекше, басқа топтан бөлекше, Қарағандылық ерекше еркін құрамасы. Тыйыр путь. Ва! Тыйыр путь. Бабки гони, я отсаки. Құрметті көргенде, в общем, жайдарман болып жатыр ғой, мынау команда, біздің команда шықпай тұрып, алдын ала сіздерді күлдіріп алайын деп жатырмын да. Сондықтан негізі балалар шықпай қойсын деген маған. Бірақ енді өзім айттым, шығайын жігіттер күлдіріп аламын дедім, мен сондықтан күліп қалмай, андай нормально күліп отырыңыздар, хорошо? Балалар ұятқа қалмасын. Мына шутка бар ғой, заңғарға сіз тұрып ойнап тұрған. Yani azın түсінесіз ғой? Түсінбей қайда барады. Үшін мынандай бар, сонымен көреміз, сәл андай кезекті бір тойында қатты естіленіп кеткен Заңғар Әбілжанов дейді ғой. Бүйтіп, ұйықты бар өзінің. Аллау, ассаламағалейкум, тойшыл қауым. Деп кірмей қалдым я. Және давай, жеге, баш выход. Үш күн жігіттер, үш күн қатарынан жайдарман отырады. Керемет көңіл-күй, көктем деп, қыздар андай қалың киімдерін шешіп тастап кәдімгідей. Ну, чтобы андай, чтобы прохладно было, чтобы не воняло, чтобы воздух был. Керемет көңіл-күй жігіттер, көрермендер керемет болды. Керемет жүргізуші наркотик. Бүгінгі жүргізуші еркотик қой? Алғаш таңертеңнен обедтен кейін еркотик қой. Түнде уже наркотик бұл кісінікі. Мис па? Мис песігімен бірге. Месі Қарағанды! Достар, еркотик жатыр қой. Негізі бұл жігіттің есімі Еркебұлан. Жайдарманда барлығы әзілдер еркотик дейді. Бүгін әзіл болғаннан кейін енді ағамызбен әзілдесіп жатыр. Мен қаша сөйтіп тозатқа шешті. Базик келді салды ғой, бұрынғының. Міне, құрметті көрмеген. Мынау Баязет деген страшный адам негізі бар ғой. Мынау бүйтеді ғой негізі. Аң патшасы алыстан болатын болса, әзілдің патшасы Баязет деген бар. Страшный ғой. Мына қараңыздар. Бірінші орында әзіл бойынша қазір Баязет, одан кейін Никулин, одан кейін Заңғар Әбілжанов. Жоқ, емес. Бірінші орында жоғарыдағы Сәке, одан кейін мен. Тамаша, көрдіңіздер ме? Қандай? Осы керемет адам. Мынау құрметті көрермендер, Литвин бар ғой, Литвин, Россияның блогері, сол жақында энергетик шығарды ғой, Литвин деген. Мынау Баязет, мынау көтеріліп кеткеннен бір-екі жылда көтерілемін деп отыр, жомарт азақта, сол кезде энергетик шығамын дейді. Энергетиктің аты Баязет. Мынау отыр ғой, Плинтус. Хватит, все. Все, уже. Перестань. Должна уже? Да, перестань. Айтып, құрметті көрермендер, жақында түрмеден шықты. Бір адамды әзілден өлтіріп қойған тұр ғой. Емес. Ричард подними. Ну. Хватит, все. Баязет, әзілдің патшасы деп отыр ғой, сен қалтаңда бір нәрсе бар. Шақ, қолпақ жүрші мен де қалтаңда. Бешім тасы. Өзі сен қалтын тексерейін қазір. Темекі башқа қой. Әзілден, әзіл айту үшін маған бір Сулифа ойнап жүрген. Сулифа? Екеу не? Сулифа. Сенсің? Айша сен істедің? Еркотик. Еркотик сен сол құдық қой? Құдық не, еркотик не бәрін білмес пе? Жігіттер кеше мен ауыр қалдым ғой. Сосын АЦС іштім. Аспирин іштім, преднизолон іштім, аналген іштім, парацетамол іштім, глюкокортикостероидтар іштім. Қалай? Глюкокортикостероид. Бұл сен тілін кебейтін дәрі ішкенсің ғой, десекесің оғыны. Глюкокортикостероид. Қалай? Бүйтіп ішесің ғой, глюкокортикостероид деген осына, бүйтіп тұр қалсақтан глюкокортикостероид бар ғой? Әзілдің патшасы бір әкелі. Жаңа, глюкокортикостероид. Глюкокортикостероид деймін, сол айтып жатқан кезде, сол айтып жатқан кезде дәрі еркетсе.
мүмкін. Әзілдің патшасы дедің бе жаңа? Иә. Бірінші орында дедің бе? Жаңа сен апасы демесің. Баукен, сосын не болды? Сосын осындай оқыған жігіттер. Баукен енді тағдырдың маңдайына жазғаны осы көйлесің енді Баукен. Жігіттер, залға кірмей жатыр. Осы жерден тез шуткаға өтіп кетейін ше? Кірмей жатыр залға. Мен бірден айтам, өздерің жалғастырасыңдар ғой. Мен ендеше дейін сонда. Ана, маған шығарт қазір. Байзек, давай, әзілдің патшасы ретінде сделай что-то, давай. Байзек, Ендеше Ернат ағаның әйелі бізге жеңеше жалғастырамыз! жалғастырамыз. Дикий Данияр Дарабоз акушер болса. Давай, до конца! Жалғастырамыз. Наурызда дәл осындай тілек айтатын апайлар міндетті түрде кездеседі. Вот сегодня какой прекрасный день. Я вам желаю всего наилучшего, благополучия. Вот сегодня хорошее настроение. Вот только что моя подруга Баясетка сказала, улыс он болсын дейді. Улыс он болсын дейді. Какой прекрасный... Улыс он болсын. Вот он третий раз сказал. Он она вернется. Только что танцевали под эти... Классно, да. Вот, улыс он болсын дейді. Я сама ничего не поняла, но... Красивое слово. 25 жылдан сколько болса? Достар, оған ғасыр Қами шаңғышы болса. Жанымды менің жаулаған Достар, әнші Рай орманда жоғалып кетсе. Ей адамдар. Достар, келесі әзілді өзіміз ойнамасақ болмайын деп тұр. Сонымен кафедегі официанттар. Аға, сдачаны салып кетті ғой. Елес, тоқта. Ол сдача емес ол. Чиви ғой, чиви. Чиви деген не? Чиви деген ол клиенттің саған деген ризашылығы да. Онда аға, мен атына сізге бір чиви. Еркотик, дальше қойшы. Рахмет достар, соңында құрметті қазылар алқасы. Бүгінгі ойында командалар негізінен ақша үшін келіп отыр. Енді біз де ойнаймыз, біз де ақша үшін келіп отыр. Бірақ та ол ақшаның жұмсалатын мақсаты әртүрлі. Қазір кейбір командалар ақшаны ұтып алады да, ойыннан кейін шығады, ау деп клубқа басып кетеді, болмаса тамақ ішіп тастайды, ананасқа тастайтындар бар жаңағы. PlayStation ойнап тастайды, осы ақшаны шашып тастайды бір сөз айтқан кезде. Ал біз ол ақшаны аламыз да, алдымызда келе жатқан премьер-лига ойындарына жұмсайтын боламыз. Енді 5000 теңгесін алып тамақ ішпейтініміз бар енді ауызашықта. Сахнада өнер көрсеткен Қарағанды облысы ерекше құрамасы.